Алан, маған қазақ тілінен үй тапсырмасын орындауға көмектесе аласың ба? Әрине, қандай тапсырма берді? Өзімізді таныстыру туралы мәтін жазуымыз керек. Демек, сен өз аты жөнің, туып өскен жерің, отбасың, оқу орның туралы өз қызығушылықтарыңды жазуың қажет. Жақсы, түсіндім. Біріншіден, өз атыңды жазудан баста. Менің есімім Дана. Енді туып өскен жеріңді жазу керек. Жақсы. Туған жерім Қазақстан Республикасы. Ал енді мекен жайыңды жаз. Мекен жайым Қазыбек би көшесі 51-ші үй, нөмірі 1-ші пәтер. Жақсы, отбасымыз туралы жазуды ұмытпа. Әрине, отбасымда 6 адам бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, ағам Алан және мен. Тамаша, әрі қарай қайда оқитыныңды жаз. Иә, мен 35-ші мектептің 2-ші сыныбында оқимын. Дұрыс. Ал енді өзіңнің қызығушылықтарың туралы жаз. Жарайды, мен би үйірмесіне барамын. Тағы мен сурет салғанды жақсы көремін. Қандай тілдерді білетініңді де жазуды ұмытпа. Әрине, ағылшын және орыс тілдерін үйреніп жүрмін. Үй жұмысы дайын болды. Маған көмек бергеніңе көп рахмет, Алан. Оқасы жоқ.